Баршаңызға сәлем. Достар, қалайсыздар? Бүгін сіздерге мынадай браслеттің алдыңғы тоқыған осы браслетімізден қалай алқа жасауға болатынын көрсететін боламын. Бұл браслетті тоқылу видеосы қазір жоғарыда көрсетілетін болады. Және описаниеде қалдырып кететін боламын. Ал біз осыған қазір ортасына мынандай жерден кулонын жасаймыз. Және мынандай жағына қыстыратын бауын қалай жасау керек екенін көрсететін боламын сіздерге. Ал ол үшін бізге дәл осы браслетті жасаған бисеріміз қажет болады, рубка. Және мынандай майда бисерімізден 15-ші мынандай майда бисерден бір 3-4 ғана қажет болады. Ине жібіміз қажет болады. Мен полиэстер жібін алдым. Ине қажет болады 11-ші номерлі. Және мынадай 2 карабин қажет болады. Бізге мынадай 2 рубка алуымыз керек. Инемізге былай 2 рубка аламыз. Жібіміздің ұшына дейін 10-15 сантиметр қалдырып алып келеміз мұны. Мына жағында 10-15 сантиметр қалу қажет. Ол бізге карабин жасауға қажет болады. Осылай екеуін алып келіп, ең біріншісінен қайта өтетін боламыз. Сол кезде бізде мынадай пайда болады. Біз мына жібіміз, қалдырған жібіміз астыңғысында тұр, және ары қарай тоқитын жібіміз де астыңғысында тұр. Біз осы жіпті үстіңгісіне қарай өткізетін боламыз. Келесі рубкамызды аламыз да, жібіміз жоғарыда, біз төменнен жоғары қарай өтетін боламыз. Жібіміз енді ортада қалды. Осыны қазіргі кейінгі қосқан бисерімізден рубкадан қайта өтеміз. Дәл осылай өзімізге қажетті ұзындық пайда болғанға дейін тоқи береміз. Міне достар, дәл осылай өзімізге қажетті ұзындық пайда болғанға дейін тоқитын боламыз. Қыздар, міне мен тоқып болдым. Бір шетіне карабин қыстырып қойдым. Қазір сіздерге бар ұзындығын айтамын. Менде неше сантиметр шыққанын. Менде карабинсыз 32 сантиметр болды. Карабинмен есептегенде 33. Мына екінші шетіне карабин қойсам, сонымен 34 сантиметр болады. Сіздер өздеріңізге қажетті ұзындықта тоқисыздар. Міне, мына карабинді қазір қалай жасағанымды көрсететін болам. Екінші шетінде 15 сантиметр қалдырып кеткен едік қой. Сол жаққа инемді өткізіп аламын. Кейін мына майда бисеріміз бар ғой, 15-ші майда бисеріміз. Сонымен бірге тоқитын боламын. Міне, бір майда бисерімді өткізем. Карабинімді өткізетін болам. Сөйтіп тағы бір майда бисер өткізетін боламын. Сонда біздің тізбегіміз мынадай болады. Жібіміз төмен жақта, жоғары жақта, ол ешқандай маңызды емес. Мына жоғары жаққа да қоя салсақ болады. Енді екінші шетінен инемізді өткіземіз. Дәл осылай екінші рет айналып өтетін боламыз. Екінші рет өтеміз. Жібімізді осы жерде түйіндеп бір байлап аламыз, іліп.
жіптердің арасынан өткіземіз, алыстатып алып кетеміз жібімізді. Осылай арыға дейін алып кетсеңіздер болады, я болмаса осы жерден қиып зажигалкада күйдіріп қоятын боламыз. Цепчикамыздың екі бетінде де карабин бар. Бұны енді не істейміз? Бұны алдыңғы білезігімізді алып, мына екі бетінде карабин тағатын ілгіштерінен қадайтын боламыз. Енді дәл осы жерде мына ортасына алқасын жасайтын боламыз. Ортаға қыстыратын мына алқасын жасайтын боламыз. Ол үшін бізге мынадай 3 түрлі хрусталь тасымыз қажет болады. Қазір хрусталь тастардың өлшемін айтатын боламын. Мынау бізде 6 мм. Мынауымыз 3 мм. Мынауымыз 2 мм. Осыларды қыстыратын боламыз қазір. Қыздар, міне алқасын, кулонын жасау үшін осындай бір жапырағымызға жібімізді жоғарғы жағына жақындатып, байлап өткізіп аламыз. Жоғарғы жағына алып келеміз. Сосын ең бірінші майдасын өткіземіз. Одан кейін ортаншы арасына қоссақ екен. Одан кейін кішкентай сары бисерімізді қосып жіберсек те болады. Мындай. Кейін ортаншысын. Бұдан кейін де бір сары қосып жіберейік. Ең соңында мына үлкен хрусталімізді өткізетін боламыз. Бұдан кейін де бір осындай кішкентай сарыны өткізетін боламыз. Міне енді мұқият болыңыздар. Міне осы жерде сарыны шетке қойып, хрустальдың өзінен мына барлық өткізген моншақтарымыздың арасынан өтетін боламыз. Міне. Сол кезде бізге мына ең соңғымыз түйін болып, жіпті ұстап қалады. Енді мына екінші мына жіп шығып тұрған жағына емес, екінші бос тұрған жағына қарай өтетін боламыз. Осы жерде мына жердің барлығын айналып өтіп, мына екінші басына қарай шығуымыз керек. Келуіміз қажет мына осы жерде. Дәл осылай бетіп айналып, мынау басына келеміз. Қыздар, мына ең соңғысына келіп жеттім, мына соңғысынан өттім. Енді ортадағы бисеріміз бар ғой, рубкамыз. Осыдан өтетін боламын. Сосын мынау жіп шығып тұрған емес, екінші бетіндегі бисерден өтетін боламын. Дәл осылай біріне бірін жалғайтын боламыз. Мына жерден тағы бір рет, екі рет айналып өтсек болады. Жібіміз беріктеу болады. Мына.
мына жаққа қарай алып кетеміз. Енді осы жерде жібімізді бір түйіндеп аламыз. Былай қарай алып кетіп, жібімізді қиямыз. Зажигалкада күйдіретін боламыз. Міне. Дәл осылай білезіктен алқа жасауға болады. Және мынандай қосымша тағы да осындай бір екеуін тоқып, құлақтарыңызға сырға жасап алсаңыздар да болады. Менімен бірге болғандарыңыз үшін сіздерге үлкен рахмет. Істеріңізге сәттілік. Видео ұнап жатса, видеома лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Қолөнерге жақын достарыңызға да тарқатуды ұмытпаңыздар.